Абай күніне орай Абайды жырлаған жерлес ақындар поэзиялық оқуында Абай жаққан бір сәуле кітабынан жерлес ақынымыз ұлағатты ұстаз Құзайра Әбдіхалықовтың Абай дара қазақта деген өлеңін оқып берейін. Абай дара, Абай дана халқыма, ұлылықпен сөз қалдырған артына, қазақ деген сөзбен атын бірге бол, көрінесің биік болып нар тұлға. Қара сөзің тәрбиенің бұлағы, ондағы ойын көкейімде тұрады, адамдықтың алға бастар бағыты, санасына бар адамды ұғады. Абай Иран парсы тілді меңгерген, алаламай барлық ұлтты тең көрген, сегіз аяқ көзімнің қарасына естіген жан тебіреніп тербелген. Болыс болды, жастау болған шағында, тұра сөйлеп шешіп қара ағында. Сол кездері әділдікті ту етіп, қолдар еді кедейлердің жағында. Айтар ойым, мақтанышым, Абайым, бұл есімді қошеметке балаймын. Абайы жоқ, тексіз жандар жетеді, ондайлар көп, білеміз де талайын.